Біз және Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям. Әлемдердің Раббысы Алла тағалаға барлық мақтаулар мен мадақтар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям, оның әулетіне және қияметке дейін оның соңынан ерген сахабалар мен табиғиндердің баршасына Алланың сәлемі мен берекеті болсын. Кемшілік аталудан пәк Алла тағала пайғамбарымыз Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалям барша адам баласына хақ пайғамбары әрі соңғы елшісі қылып таңдады. Рақымы мол Алла тағала мейірім мен ұлы мінез құлықтың көркем үлгісіндей болған Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалям шынайы бойсынып, сүннет атты сара жолында соңынан еріп, ең мәуелі махаббатты соған арнап, оны өз жанымыздан, туған туысымыздан, мал-мүлкімізден, тіпті жан жолдасымыз, жұбайымыз бен көзіміздің қуанышындай болған бала-шағамыздан да артық көруге бұйырды. Оның ғайыпқа қатысты әрбір мүбәрәк сөздеріне, әрбір хайырға толы хабарларына нық сенуді, күмән күдіксіз қабылдауды, естідік те мойынсұндық дейтін ең күшті имани дәрежеде сенуді талап етті. Өйткені ол хақ сөйлейтін, әрбір ділі мен әрбір сөзі уахидан медет алатын, тек қана Алла көкірегіне салған пәрменін, мұғжизалы нұрын саф күйінде айна қатесіз жеткізетін пайғамбар еді. Әрбір мұсылман баласы пайғамбарының саллаллаху алейхи уассалям алдындағы міндетін білуі тиіс. Нағыз мұсылман Алланың сүйікті елшісін саллаллаху алейхи уассалям жанынан артық жақсы көретінін жасырмай айтып қана қоймайды, сөзін іске айналдырып, асылында оның соңынан ереді. Сара жол сүннетін ұстанады. Ал пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям шынайы бойсынып, оның соңынан ермеген адамның құр ауыз сүйемін деген сөзі шылғи өтірік, әрі құрғақ қиялдан басқа ештеңе де емес. Махаббат дұрыс болу үшін әуелі оған адал болу шарт етіледі. Әрине пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям Алланың елшісі деп танып иман келтіргеннен кейін оның сүннетіне ілесу, бұйырғанына бағыну ең негізгі шарт. Кімде-кім Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалям иман келтірмей оны өтірікке шығарса, онда барлық елшілерді өтірікке шығарғанмен тең болады. Бұл турасында Құран кәрімде Алла тағала Әли Имран сүресінің 81-ші аятында: «Уа кітап иелері, Алла тағала кезінде бүкіл пайғамбарларға сендерге кітап һәм хикмет бердім. Ендеше өздеріңнен кейін қолдарыңдағы кітапты растаушы пайғамбар келсе, онда оған міндетті түрде иман келтіріп, қолдау көрсетесіңдер» деп олардан уәде алған еді. Алла пайғамбарларға: мұны қабылдайсыңдар ма? Осынау ауыр тапсырмамды қалтқысыз орындауды мойындарыңа аласыңдар ма дегенде, олар қабылдаймыз, мойнымызға аламыз деп жауап берді. Сонда Алла: ендеше бұл сөздеріңе өздерің куә болыңдар, һәм қауымдарың да куә болсын. Мен де сендер сияқты куә боламын деген пәрменін түсірген. Яғни құдіреті күшті Алла тағала барша пайғамбарлар мен елшілерінен оларға Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям жіберіле қалса, оған дереу иман келтіріп, жанын пида, малын тәрк етіп, бар күш-жігерін оны қолдауға жұмсап, тура жолда соңынан ереміз деген уәделерін алған. Уаллахи, Алланы жалғыз Мұхаммедті пайғамбар деп куәлік етпейтін, иман келтірмейтін дін атаулысы, сенім атаулысы дұрыс болып саналмайды. Имам Муслимнің сахих жинағында Әбу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: Алланың атымен ант етемін, қайсы бір яхуди я христиан менің хақ дінге шақырған дағуатымды ести тұра иман келтірмей қайтыс болып кетсе, тозаққа түсетіндердің қатарынан болады деген. Бұл аят пен хадис күллі адам баласына Алланың сүйіктісін саллаллаху алейхи уассалям елші деп танып, оған иман етуі міндетті екендігіне дәлел бола алады. Ендеше пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалям пайғамбарлығынан кейін жер бетіндегі барша тілі, түрі, түсі, нәсілі, тегі, ұлты, сан алуан түрлі кім өмір сүрсін, мейлі Алланың пайғамбарлары Мұса бола ма, әлде Иса бола ма, бұл қос пайғамбар да пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям иман келтіруі міндетті болар еді. Бұл турасында Құран кәрімде құдіреті күшті Алла өз кезегінде Мәриям ұлы Иса да: «Уа Исраил ұрпақтары, мен сендерге келген Алланың елшісімін. Өзімнен бұрын түскен Тәураттағы ақиқаттарды растау үшін және өзімнен кейін келетін Ахмет есімді елшіні сүйіншілеу үшін жіберілдім» деген.
Алайда сол ардақты пайғамбар оларға ап-айқын дәлелдермен келген кезде мұның әкелгені анық сиқыр десті дейді. Алла мен оның барлық елшілерінің арасын алаламай, бөліп жармай теңдей иман келтіру мүміннің парызы. Имам Бухари мен имам Муслим Убада ибн Самиттен келген бір хадисті риуаят етеді. Кімде-кім Алланы серігі жоқ жалғыз Құдай деп, Мұхаммедті оның елшісі және Исаны да Алланың құлы әрі елшісі, оны Алланың Мәриямға дарытқан уахийі деп сенсе, жұмақ пен тозақты ақиқат деп иман келтірсе, Алла оның жұмақтың 8 есігінің қалағанынан кіргізеді десе, енді бір риуаятында осы сенген иманына сай оны жұмаққа кіргізеді деген. Утбан ибн Мәликтің 2 сахих жинағында келген риуаятта ақиқатында Алла өзінің разылығын көздеп, Алладан басқа Құдай жоқ деген пендесінің тозаққа түсуін харам етеді деген. Пайғамбарымыздың алдындағы біздің бірінші парызымыз оған шынайы иман ету. Бұл турасында Құран кәрімде құдіреті күшті Раббымыз: "Жоқ, Раббыңның атымен ант етейін, олар өз араларында туындаған дау-дамайды оңтайлы шешу үшін сенің билігіңе жүгініп, әрі шығарған үкіміңе іштей де болса наразылық танытпастан, өзіңе толық бойынсынбайынша иман келтірмек емес" деп бұйырады. Әрине, Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалям иман келтіру әуелі Алланың өзіне иман келтіргеннен кейін ғана жүзеге асады. Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалям иман келтіргеннен кейін оның айтқанына еріп, бұйрығына бойсыну келесі міндетіміз. Бұл турасында Құран кәрімде Алла тағала Әли Имран сүресінің 31 аятында: "Уа Мұхаммед, адамдарға айт, егер Алланы шынымен жақсы көрсеңдер, маған еріңдер. Сонда Алла тағала да сендерді жақсы көріп, күнәларыңды кешіреді" деген. Алла тағалаға сүйікті болғысы келген әрбір жан Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалям жақсы көру керек. Себебі жоғарыдағы аятта айтылғандай, Алла тағала пайғамбарға шынайы ерген жандарды ғана өзіне жақын тартады, жақсы көреді, күнәлерін кешіреді. Демек, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям еру, оның бұйырғандарына бойсынып, тыйған барлық тыйымдарынан тыйылу. Алла тағаланың Хашр сүресінің 7 аятындағы "Пайғамбар өздеріңе не жеткізсе, соны шын көңілден қабыл алыңдар" деген пәрменіне назар салыңыз. Бұл аятта Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалям махаббетпен көңіл қойып, ғашықтықпен құлай сенуге, жан сарайын айқара ашып, толықтай еруге бұйырып тұр. Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалям еру, оны бәрінен қатты жақсы көру, оның сүннетін дірілту, оған әрдайым салауат айту, ақыретте онымен бірге болуға құлшыну, оның әдебі мен мінез құлқына еліктеу, оған ұқсауға тырысу, оны өмірлік үлгі ету. Бұл сүннетті мойындағысы келмейтіндер үшін анық қарсы дәлел. Құранның сөзін басшылыққа алар болсақ, Алла тағала бізге барлық мәселеде, барлық жағдаяттарда пайғамбарға оралып, оның шығарған шешіміне, ұсынған үкіміне тоқтауды насихат етеді. Жоғарыдағы Хашр сүресінің жалғасында: "Және пайғамбар не нәрседен тыйса, содан тыйылыңдар. Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер, әрі Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алланың жазасы тым ауыр" деген болатын. Бұл аят Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям бізді неден тыйса, содан басы бүтін тыйылу керек екенін білдіретін бұйрық. Бұл аят Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям бізді не нәрсеге шақырса, соған жан тәнімен ұмтылу керек дегенді білдіретін үкім. Өйткені Алла елшісі үмметтің хайыры үшін бұйыра да, тыя да алады. Аса пәк Алла тағала исламды хақ деп ұстанып, иман келтірген мүміндерді пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалям бұйрығына ләм-мим демей, бұйырғандарына бойсынып, тыйғандарынан тыйылуды нұсқайды. Шынында, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям бағыну бұл Аллаға бағынумен тең. Ал енді пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям қарсы шығу, демек Алла тағалаға да бойсынбау дегенді білдіреді. Бұл турасында Құран кәрімде Алла тағала Ниса сүресінің 80 аятында: "Кім Алла елшісіне бағынса, шүбәсіз Аллаға бағынғаны. Ал кім бағынудан бас тартып, одан сырт айналса, біз сені оларға күзетіп тұратын қорушы етіп жіберген жоқпыз" десе, Әли Имран сүресінің 132 аятында: "Аллаға һәм елшісіне қалтқысыз бағыныңдар, сонда екі дүниеде де мейірімге бөленесіңдер" дейді.
Ал Мәиде сүресінің 92-ші аятында арам істерден түбегейлі бас тартыңдар, сөйтіп Аллаға мойынсұныңдар. Алла елшісіне мойынсұныңдар және қарсы келіп асылық болудан барынша сақтаныңдар. Егер бағынудан бас тартып сырт айналатын болсаңдар, онда біліп қойыңдар. Елшіміздің міндеті хақ дінді бүге-шігесіне дейін ашық түрде жеткізу ғана деп бұйырады. Аятта айтылғандай пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалям бар міндеті Алла тағаланың бұйрығын қалтқысыз жеткізіп ескерту ғана. Алла тағала екі дүние сардары болған елшісіне саллаллаху алейхи уассалям бойсұнғандарды үлкен жетістікпен өзінің шексіз рақымы күтіп тұрғанын Ахзаб сүресінің 71-ші аяты арқылы кімде-кім Аллаға және оның елшісіне қалтқысыз бағынса, зор бақытқа толайым табысқа жетері сөзсіз деп сүйіншілейді. Имам Бухаридің Әбу Хурайрадан жеткізген сахих хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям үмбетімнің ішінен жұмақтан бас тартқандарынан басқасының барлығы оған кіреді. Жұмаққа кіргісі келмейтіндер бар ма дегенінде сахабалары уа Алланың елшісі, одан кім бас тартсын дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям оларға кім маған бойұсынса жұмаққа кіреді, ал қарсы келсе міне сол жұмақтан бас тартқаны дейді. Джабир ибн Абдулладан жеткен хадисте бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям ұйқыда жатқанда жанына періштелер келеді. Сонда періштелердің бірі ол ұйықтап жатыр дейді. Енді бірі көздер ұйқыда, жүрек ояу десе, сонда арасынан басқасы бұл жолдастарыңды неге ұқсатасыңдар? Қанеке ұқсатып көріңдер деп сұрады. Періштелер оған ол бір ғажайып үй салып, соның қоныс тойын жасап жатқан адамға ұқсайды. Қоныс тойға келіп, қонақ болсын деп қадірлеп адамдарды шақырады. Шақыртуды қабыл алғандар оған келіп, ас ауқаттан алып отырады. Шақыртуды қабыл алмай, елемей қоя салғандар қоныс тойға келмейді. Ондайларға дастарханнан дәм-тұз ауыз тию де бұйырмайды дейді. Мұны естіп тұрған басқа бір періштелер енді бұл түсті түсіну үшін жорып беріңдер дейді. Сонда періштелер үй дегеніміз жұмақ, қоныс тойына шақырып жатқан Мұхаммед, оның шақыртуын қабыл алған мүміндер үйге кіреді де дастарханнан ауыз тиіп нығметке қарық болады. Шақыртуына келмегендер, барша қарсы келушілер үйге кіруден мақрұм қалады. Яғни жұмаққа кіре алмай қалады. Оның ішіндегі нығметтерді де білмей өтеді деп түсіндіреді. Алланың ең сүйікті елшісіне саллаллаху алейхи уассалям бойсынудағы шарт аяттар мен хадистерді ести сала бойсыну. Шыншыл мүмін Алланың сүйікті елшісінің алдында өзін білгіш санап, менмендікке, қаңырлығы басым қиқар ақылдылыққа салынбайды. Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям бұйрық келді ме, болды, сол мезетте бойсынады. Тыйғандарынан дереу тыйылады. Бұл турасында Құран кәрімде Алла тағала Нұр сүресінің 51-52 аяттарында араларында дау-дамай туғанда хақ пайғамбар әділ үкімін айтсын деп, Аллаға және оның елшісіне жүгінуге шақырылғанда мүміндердің айтар сөзі естідік те бойсындық деу болады. Міне солар мақсат мұратына жететіндер. Кімде-кім Аллаға және оның хақ елшісіне қалтқысыз мойынсынып, Алланы лайықты түрде ұлықтаса, әрі оған асылық қылудан сақтанса, міне солар нағыз жетістікке, толағай табысқа жеткен жандар деп бұйырады. Еш қарсылықсыз естідікте мойынсындық деу мұсылманның ұраны. Әрине әр нәрсеге сау ақылдың көзін жеткізу адамға тән қасиет. Адамның барлық жайтты жете түсінбейтін, ақылы жетпейтін, астарына үңіліп тереңіне бойлай алмайтын сәттері де жанның табиғатынан бар сипаты. Мұндай сәтте ілім иелеріне жүгініп түсініксіздеу, жұмбақ, күрделі мәселенің хикметін сұрап, кілтін тауып, сырын түсіндіріп беруін сұрағанда тұрған дәнеңе жоқ. Келген бұйрық тыйымдарды түсінбедім, ақылыма қонымсыз, қолайыма жағымсыз деп қабылдамай, одан ақыл көзсіз бас тарта салуға болмайды. Құранда Алла тағала білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар деп зор өсиет етеді. Иманның ең күштісі естідік те мойынсындық деген сөз. Құдіреті күшті Алланың Ахзаб сүресінің 36-шы аятындағы пәрменіне қараңызшы. Алла және елшісі қандай да бір мәселеге қатысты кесімді үкім айтқанда, бірде-бір мүмін ер адам мен мүмін әйелдің өздеріне тікелей қатысты болған сол мәселеде Алла мен елшісінің үкімін былай қалдырып, басқа үкімді таңдау құқығы жоқ.
Кімде-кім Аллаға және елшісіне қарсы келіп асылық қылса, онда ол анық адасушылыққа ұрынды деген сөз. Бұл аятта мүмін ер мен мүмін әйелдің мұсылмандық ұраны, басшылыққа алар тура бағыты анық айтылған. Құдіреті күшті Алла мен оның елшісінің саллаллаху алейхи уассалям әмір етер бұйрықтар мен тыяр тыйымдары түсіне білгенге жанның дауасы мен шипасы, яғни тек әркімнің жақсылығы үшін. Раббымыз бұл жайында: «Уа Мұхаммед, саған түскен Құранға һәм өзіңнен бұрын түскен иләһи кітаптарға сенеміз деп көлгірсетіндерді көрдің бе? Міне, солар араларындағы дау-дамайды шешу үшін тағутқа, шайтанға, жалған құдайларға, ел-жұртты Алланың ақ жолынан тайдырушы зұлым күштерге жүгінгісі келеді. Әйтсе де, оларға одан сырт айналу, оны мойындама бұйырылған еді. Ал шайтан болса, оларды әбден азғырып, хақ жолдан бір жолата тайдырғысы келеді. Егер оларға: «Қане келіңдер, Алла түсірген Құранның және Алла елшісінің билігіне жүгініңдер» делінсе, ол екіжүзділердің өзіңнен одан сайын безгенін көресің дейді. Бұл Раббымыздың кесімді шешімі. Сондықтан Алла мен оның елшісіне саллаллаху алейхи уассалям сендік деп, алайда одан келген хақ хабарларды ести тұра бұйрығынан бет бұрғандар, тыйымынан жалтарғандар, Алла сақтасын, барып тұрған екіжүзділер. Бұл үкімге бүкіл жаратылыс атаулының жағдайын жақсы білетін әлемдердің басқарушысы ұлы Раббымыз тікелей куәлік еткен. Егер біреу пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалям жақсы көремін деп, алайда оның жолында нық тұра алмаса, айтқаны құр сөз, құрғақ сенім ғана. Сөз басында айтқанымыздай сүюдің алғы шарты бойсыну және оған адал болу. Қазіргі күнде біздің жанымызды меңдеген ең үлкен кесел рухани сезімдеріміздің көзі болдырланып, бас көзіміздің ғана көргеніне сенетін халге түсіп қалғанымыз. Кім көріп келіпті деген уәж біздің тек бас көзімізбен ғана көретін ішкі нәпсіміздің жерден жеті қоян тапқандай қуантатын сылтауына айналған. Ал ғайыпқа сену иманның өзегі емес пе еді? Мінеки, көзімізбен көрмеген бір нәрсені Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям ести қалсақ, арамыздан санасына сыйғыза алмай, оны өтірікке балағысы келетін иманы әлсіздер табылып жатады. Себебі неде десең, сол баяғы көзбен көрмегенін сылтау етеді. Сондықтан Алла тағаланың тарапынан таңдалған ең таңдаулы ақырғы елшісі пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалям айтқандарының барлығына сену оның алдындағы міндетіміз. Енді сіз ілім иелеріне барып, бұл айтылған хадис пайғамбарымыздан анық жеткен бе? Бұл хадис сахих па әлде әлсіз бе деп сұрай аласыз. Мұсылман ер мен мұсылман әйелдің бұл айтылған сөз шынымен де пайғамбар айтқан сөз бе? Нақты ма деп сұрауға хақы бар. Кейін ол хадистің пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям сөзі екеніне көзі жетсе, шыншыл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям бостан-бос, негізсіз өз жанынан сөйлемейтіндігін білуі тиіс және соған сенуі міндетті. Өйткені құдіреті күшті Алла тағала Ниса сүресінің 122 аятында Алладан асқан шыншыл бар ма десе, 87 аятында Алладан асқан шын сөзді бар ма деп тағы да шегелей түседі. Сондай-ақ Раббымыз Нәжім сүресінің 1-5 аяттарында ағып бара жатқан жұлдызға серт: жолдастарың Мұхаммед адасқанда жоқ, азғындап тура жолдан тайғанда жоқ. Ол ешқашан өз әуейлігіне, нәпсі қалауына қарай сөйлемейді. Ол, яғни оның айтқандарының бәрі уахи ғана. Оны, Құранды, оған пәрмені күшті Жәбірейіл періште үйретті деген. Міне, ұлы Раббымыздың өзі пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям шыншыл деп куәлік беруде. Ол өз нәпсісінің қалағанымен жөнсіз сөйлей бермейді. Айтқандары уахи ғана. Құран уахи, хадистері де уахи. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям маған Құран мен қоса дәл сондайы берілді деген. Имам Ахмад Муснад еңбегінде және Имам Хаким Мустадрак кітабында және одан да басқалары Абдулла ибн Амр ибн әл-Астың сахих тізбектегі мына хадисін жеткізеді. Абдулла ибн Амр ибн әл-Ас Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям естіген барлық нәрсені жаттап алу мақсатында түртіп жазып ала беретінмін. Сонда құрайыштықтар бұл ісіме қарсы екендіктерін айтты. Олар: Алла елшісі адам баласы ғой, кейде көңілі толып тұрса, кейде ұнжырғасы түсіп ашуланады. Ал сен болсаң аузынан шыққан барлық сөзді жазып алып жүрсің дейді. Сөйтіп мен жазуды қойып кеттім.
бірде сәті түсіп сол мәселені алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам айтып көргенімде, ол жаз, жаным еркінде болған Алламен ант етемін, менің аузымнан тек ақиқат қана шығады деп аузын көрсетті деген. Тағы да қайыра айтар болсақ, Алла тағаланың таңдаулы елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдындағы асыл міндетіміз оған салауат айту және өмірімен, қасиеттерімен, көркем мінез құлықтарымен таныс болу және тиісінше соған сай еліктеу. Өйткені құлай сүйген жан сүйгенінің соңынан айнымай ереді емес пе? Пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам шын сүйіп, оған құрмет білдірумен бірге, оның елші екендігіне иман келтіріп, не бұйырса соны бұлжытпай орындап және тыйғандарынан тыйылуымыз ләзім. Пәни дүниеде жер басып тірі жүргенде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдындағы ең басты мұсылмандық міндетіміз сол болмақ. Қадірлі оқырман, қолыңызға алып отырған бұл кітап осы аталған дүниелерді мейлінше қамтыған, бойсынудың керемет көрінісін паш етіп, терең иман мен сағынышқа толы ыстық ықыластың арасындағы бар махаббатты суреттейді. Бар мақсатымыз өз ғұмырын кемеліне жеткізе гүлдендіріп, жүйесін бір ізділікке салып кеткен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өміріне сай ғұмыр кешу, өміріміздің ағыс арнасын жолбастаушы пайғамбарымыздың бағытына қарай бұру. Бұл турасында Құран кәрімде Алла тағала Әнфәл сүресінің 24-ші аятында: «Уа иман келтіргендер, Алла елшісі сендерді өздеріңе мәңгілік өмір сыйлайтын иманға шақырғанда, Алланың және елшісінің шақыруын қабыл алыңдар. Алланың пендесі мен оның жүрегінің арасына перде тұратынын, яғни пендесінің жүрегін ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайтынын және ақыр соңында дүниеде істеген істеріңе жауап беру үшін оның алдына жиналатындарыңды біліп қойыңдар» деп бұйырады. Әлемдердің иесі Алла тағалаға барша мадақтаулар болсын. Қалам иесі Әбу Абдурахман Мұстафа Халид Тартуси.